Қазақстанда қамсыз емес, әсіресе электрондық үкімет құру ісінде біздің ел көшілгері. Биылда көп қызмет цифрландырылды. Біз осы тақырып төңірегінде цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі комитеті төрағасының орынбасары Айнұр Юсуповамен сұхбаттасуды жөн көрдік. Айнұр Абдуақасқызы, студиямызға қош келдіңіз. Бірден сұраққа көшсек, биыл мемлекеттік органдар 66 цифрлық бастаманы іске асыруды жоспарлап отыр. Толыққанды айтып өтіңізші, нақты қай сала цифрландырылады? Мысалыға келтіретін болсам, жыл сайын 250 мыңнан астам азамат бізде мүгедектігін белгілеу бойынша растауды өту қажет. Яғни ол кісілер жыл сайын жаңағы түрлі медициналық мекемелерге барып, немесе жаңағы сараптама орталықтарына барып, өздерінің мүгедектігін белгілеу бойынша құжаттар тапсырып жатады. Әрине, бұл қазіргі таңда тек қана 22% ғана олар жаңағы сырттай өздерінің мүгедек екендігін растайды. Яғни біз осы бойынша жаңағы медициналық құжаттарды цифрлық форматқа көшіру арқылы, жаңағы ол кісінің расында мүгедек екенін анықтайтын құжаттардың, тағы да басқа дәлелді құжаттарды цифрлық форматқа көшіру арқылы олардың санын біз 50%-ға жеткізгіміз келіп отыр. Көптен күткен игі бастама, шыны керек, бұған дейін бұл мәселе кәдімгідей проблема болған, сөз болған қаншама? Бұдан бөлек, мысалыға айтып өтетін болсақ, жыл сайын бізде 100 мыңнан астам жастар өздерін әскери шақыртудан босату немесе кейінге қалдыру үшін оқу орындарынан анықтама алып, немесе олардың жаңағы денсаулығына байланысты босатылуы туралы қағаздарды алып, жаңағы әскери комиссия орталықтарына барып тапсырып жатады. Ол деген сөз қаншама адам, мысалға, әуре сарсаңға түсіп жатыр деген сөз. Енді біз осыны жою мақсатында қазір осындай интеграциялар жұмыстар жүргіземіз. Яғни әскери комиссиялар ол азаматтардың жаңағы оқуда екен, немесе денсаулығымен босатылғандығы туралы ақпаратты бірден көріп отырады, және анықтаманы апарып тасып жүрудің қажеті жоқ болады. Яғни бұрынғыдай шақырту келіп мазаламайды? Иә. Үй кезегіне тұруда қазір электронды форматқа көшіріледі деп жатыр. Бұл қашан іске асады? Бұл бастама инфрақұрылым министрлігі арқылы іске асырылатын болады. Осы жылдың соңына дейін жаңағы үйге қойылатын құжаттар, яғни үйге кезекті автоматты түрде. Яғни мысалға сіз қазір бір елді мекенде жаңағы үйге кезекке қойылатын болсаңыз, ол жерде сіздің арнайы санатыңыз болу керек. Яғни мемлекеттен үй арнайы әлсіз санаттағы азаматтарға беріледі ғой. 6 санат бойынша. Иә, сол санатқа сіз жатасыз ба, жоқ па, тағы басқа. Сол кезде сіз мысалға кезекке тұратын болсаңыз, құжаттарды бұрында қалай жүретін. Мысалы, тәртіпті түрде сіз жаңағы арызыңызды жазасыз, апарасыз, жаңағы көп балалы немесе тағы басқа туралы анықтамаларды тасисыз. Енді қазір тек қана электронды үкімет порталы арқылы өтініш беретін болсаңыз, қалған барлық мәліметтерді интеграция арқылы өзі ақпараттық жүйе сараптайтын болады. Әрі осылайша біз бармақ басты көз қысты әрекеттерді тыя аламыз ғой? Иә, әрине. Осындай бастамалар өте көп. Бізде мысалға жыл сайын оның жаңағы маңыздылығы ешқашан жойылмасын, енді ол балабақша. Балабақшаға кезек бізде балалардың саны артады, балабақшаға кезек ұлғаяды. Сол кезде бізде мысалға қазіргі таңда әр өңірде өздерінің жеке-жеке дерек базасы бар. Сондықтан бір өңірмен екінші өңірде кезектіліктердің қайталануы, тағы басқа да көп деген әуре сарсаңға салынады. Өздеріңіз білесіздер, осы мектепке құжат тапсыру кезінде де жаңағы баланың анықтамасы, ауырмайтындығы туралы, тағы басқа туралы анықтамалардың бәрін жинап алып барады. Мектепке тапсырғанда да, садик кезде, балабақшаға тапсырған кезде де. Соған біз бұл кезекті де бірыңғай кезектілікке ауыстыру шешімі қабылданды. Ал жер қатынастарын толыққанды цифрландыру мәселесі қашан шешімін табады? Бұған дейін үкімет отырысында премьер-министр айтқан еді, осы ауыл шаруашылығы жерлерін цифрландыру процесін қайта қарастыру керек деп. Бұл бағытта қазір қандай шаралар қолға алынды? Бізде қазір осы жылдың соңына дейін қала көлеміндегі жерлерді беруді онлайн форматқа көшіреміз.
Оның себебі цифрландыру жұмыстарының, яғни мынау жерге қатысты деректердің барлығын цифрлық форматқа көшірілуіне байланысты. Ал ауыл шаруашылығы жерлерін цифрландыру қазір салалық министрлік тарапынан жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар салалық басқарма бізде цифрлық трансформациялау орталығы бар, яғни үкіметтің цифрлық бастамаларын қолдау орталығында. Сол кісілер арқылы жаңағы конкурстың электрондық негізін қалай ауыстыруға болады, сол мәселені олар бірге шешіп отыр. Яғни ойластыруда. Яғни ешқандай құжат азаматтар өтініш берген келсе, сол ауыл шаруашылығы жерін алуға, сондағы тапсырған мәліметтердің рас өтірігін электронды түрде тексеруге осындай жұмыстарды қарастырып жатыр. Тұшымды жауабыңызға рахмет, игі істеріңізге сәттілік. Мақсат айқын, меже биік, міндет ауқымды. Ал іс жүзінде қалай? Келесі жолда көп мәселені талдаймыз, талқылаймыз, анығын айтамыз. Амандықта жүздескенше.